Өткен бір демалыста Астанаға жол түсті. Артынып-тартынып пойыздың жүретін уақытына әрең үлгердім-ау. Қасымдағыларды көзбен бір шолып, сәлемдескен болып ишара білдірдім де, заңды орныма жайғасып, заттарымды реттестіре бастадым. Бір сәтте төменгі орында отқан жасы егде тартқан еркесінің қолындағы ақбосаға газеттен көзім шалып қалды. Алғаш көргенде бойымды бір мақтаныш сезімі билегендей, барып осы газеттің журналисті екенімді айтқым келді. Бірақ бұл ойымнан тез арылдым. Олардың оқырман көзімен мақалаларға деген пікірін естігім келді. Қарама-қарсы отырған кемпіріне анда-санда газетке үңілген бетін көтеріп, бірдемелерді айтып жатыр. Пойызға мінген кісінің әдеті емес пе серіктестеріңмен танысып, уақыт өлтіріп бару. Содан ол екі кісіге мен де жақындадым. Талқылап отырғандары алып қашу нысаны жақсы қыз екен. Екеуі кейбір жерінде сұмдық-ай десе, енді бірде күліп отыр. Бір кезде кемпірі, алып қашу қылмыс қой, оңтүстіктің бұл дәстүр сымақтары ерсе, ұят деді. Шалы көп сөйлеметін кісі екен, тек қосағын қостап отыр. Ерлі-зайыптының сөздерінен байқағаным, Орал өңірінің тумалары екен. Бір уақытта тартыс қыза түсті. Қасымыздағы даусымызды естіп отырғандардың бәрі әңгіме араласатын әдет емес пе, даттайтындар да, қостайтындар да табылып жатыр. Астыңғы орындағы апам айтады: айналайын-ау. Қыз алып қашқаны барып тұрған сорақылық, қыз мал емес қой, жетекке алып кете беретін. Алып қашуды тек ата-аналары қарсы болып, рұқсат етпеген ғашықтарға ғана қолдануына болатын тәсіл. Солай келісіп, екі жас бірге ұйымдасқан түрде қашса қолдаймын дейді. Көрші бір келіншек: апау, ата-ананың разылығынсыз қашқандардың несін қолдайсыз? Керісінше ол дұрыс емес екен. Әрбір мұсылман әкесі мен шешесінің разылығынан кейін ғана неке қиюы керек. Менің өз басымнан өткен соң өте жақсы түсінемін. Ол кезде жас едім. Жалындап жанып тұрған шағымда ауылдағы рулас жігітке ғашық болдым. Ол да кет әрі емес. Сонымен алып ұшқан көңілмен сол жігіттен басқасын көрмейтін болдым. Махаббатымыз бүкіл ауылға аян болып, бетін шымшып безде өсектейтіндер көбейді. Ата-анамның құлағына жеткен кезде әкем белдікпен сабап алғаш рет қол көтерді. Оның барлығын тыңдамай рулас жігітіммен бірге қашуға бел байладым. Оның да әке-шешесі қарсылық көрсеткенмен көндіріп беташар жасатқызды. Бірақ ертесіне біз қалаға кетіп қалдық. Сол есалаң сезіммен ақымақ болғанымды қазір түсініп жүрмін. Басында бәрі жақсы, сүйіктем қасымда. Қаладан жұмыс табылмай, нан табылмауы бөлек әңгіме. Ұзақ уақытқа дейін бала сүйе алмадық. Күйеуім екеуміздің ара қатынасымыз 2 жылға жетпей суи бастады. Жағдайымызды түзеле бастағанда үйленгенімізге 4 жыл болған еді. Бірақ бала туа алмадым. Тәуіптерге де барып емделдім, дәрігерлерді де көрдім. Еститін жауабымыз: екеуіңізде де бәрі дұрыс. Талай таңды ұйқысыз қарсы алдым. Әйтеуір 8-ші жыл дегенде аяғым ауырлады. Күйеуім екеуміз асыға күттік, бірақ мүгедек бала туғанда бар өміріме өкінгенімді жасыра алмаймын. Содан кейін сүйіп қосылған жарым ішкілікке салына бастады. Ұрыс керіс көбейіп кеткесін өзім үйден кетіп қалдым. Қазір пәтер жалдап тұрамын. Ата-анамның алдынан кешірім сұрап барғанымда қабылдағанымен арамыз жақындап кетті деп айта алмаймын. Баламды мүгедек балалардың мектебіне беріп анда-санда барып тұрамын. Барған сайын оның өміріне өзімді кінәлап жанымды іштей жеп қоямын. Сондықтан өліп өшкен махаббатта сөніп қалады екен деп өзегіне өкініш жасы тығылып қалды. Түрлі тағдыр бар деп апам да аянышпен қарап тына қалды. Біздің ортамызда бір уақыт тыныштық орнады. Әркім осы бір өкінішті оқиғаны естіп, өзінің өкініштерімен салыстыруға көшіп кеткендей. Адам басының мәселесі таусылмайды. Әр жүректің өзіне жетер қайғысы бар. Осы бір арпалысты бұзғандай болып, тағы бір 40-тың үстіндегі әйел сөз бастады. Өзін алып қашудың құрбаны санайды. Жас күнде осылай пойызбен Жаңақорғаннан Алматыға қарай жолға шығады. Бір вагонда бірге келе жатқан жігіттер жас қызбен танысып алады. Әзіл қалжыңмен уақыт өткізіп келе жатқан жігіттер қызды шуға келгенде түсіп, тамақ алуға көндіреді. Ойында ештеме жоқ, бой жеткен келесі кетеді. Сол жерде түскен қыз қайта пойызға міне алмайды. Жігіттер ол қызды алып қашады.
Араларындағы ірі денелі, қара жігіт оны сүйіп қалыпты-мыс. Сонымен алдын ала дайындап қойған жандайшаптары мәшинеге салып ала қашыпты. Көнбей қиғалақ салып айқайлаған қызға, қаласың, әйелім боласың. Егер келіспесең сені бәріміз зорлаймыз деп қорқытқан. Амалсыздан келісіп келем болады. Бірақ оның айтуынша екі балалары болса де оны сүйіп кете алмапты. Бар ғұмырым өзім ұнатпайтын, тіпті жек көретін адамның жанында өтіп жатты. Бірнеше жыл бұрын қайтыс болды. Содан кейін саудаға шығып кеттім, балаларымның ырыздығын содан тауып отырмын дейді. Бұл тағдыр тақырыбындағы әңгіменің түбіне жету мүмкін емес. Осы сықылды түрлі оқиғаларды тізбектеп отырып, уақыттың біраз жерге таяп қалғанында байқамаппыз. Орныма барып, ойланып жатып тағдырдың басыңды қай тасқа апарып соғатынын біле алмайтыныңа тағы да бір көзім жетті. Таңертең мен ұйқыдан оянғанда олар орында жоқ екен. Әркім өз бекетінен түсіп қалса керек. Каналға тіркеліп достарыңызбен бөлісуді ұмытпаңыздар.